Сәрсенбі күні Ұлыбритания билігі өте төмен жауын-шашын мөлшерімен аномальды жоғары температурадан кейін Англияның жартысынан астам территориясында ресми түрде қуаңшылық режимін жариялады. Қуаңшылық жарияланған 7 аймақ Англияның 51,4%-ын алып жатыр. Үкіметтің қоршаған ортаны қорғау агенттігінің мәліметінше, бұл рекордтық деңгейдегі ең құрғақ шілде айы болғалы тұр. Ел бойынша жауын-шашын мөлшері күтілген норманың бар жоғы 7%-ын құраса, оңтүстік Англияның кейбір бөліктерінде бұл көрсеткіш тек 1%-ға әрең жеткен. Жауын-шашынның тым аздығы мен жоғары температураның ұштасуынан тез өршитін бұл құбылысты мамандар кенде еткен қуаңшылық деп атады. Англияның кейбір аймақтары осымен екінші жыл қатарынан қуаңшылықты бастан өткеріп отыр. Өзендер тартылып барады. Фермерлер өнімді мерзімнен бұрын жинауға мәжбүр, орман өрті қаупі артып келеді, және миллиондаған адам суды пайдалану шектеулерімен өмір сүріп жатыр, дейді агенттік. Сонымен бірге сәрсенбіде Ұлыбританияның метеорологиялық қызметі маусым айындағы соңғы көрсеткіштерді нақтылап, Англия мен Ұлыбританияда осы айдағы тәуліктік рекордтық температура 38 градус құрағанын хабарлады. Сондай-ақ Ұлыбританияда қазіргі уақытта 2026 жылғы 4-ші ауқымды аномальды ыстық толқыны тіркелуде. Европалық одақтың Коперник климаттық қызметінің мәліметінше, Европа әлемдегі ең жылдам жылынып жатқан континент, ол жаһандық орташа деңгейден 2-седен астам жылдамдықпен ысып барады.